Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, 40 жасқа келдік, әрі қарай қандай анализдер тапсырамыз деп сізді осы ой мазалауы мүмкін. Біріншіден, қыздар, міндетті түрде өзім гинеколог, эндокринолог болғаннан кейін сіздерге міндетті түрде гинекологтың тексеруден өтіп тұру керек. Жылына бір рет. Әрине, идеалды түрде 6 айда бір рет деп айтамыз, бірақ сіздердің уақыттарыңыздың тапшылығына байланысты, мүмкіндіктеріңіздің болмай жатқанына байланысты, хотя бы жылына бір рет тапсыру керек. Ол қандай анализ? Біріншіден, сіз жылына бір рет УЗИ-ге түсіп отыруыңыз керек. Жыныс ағзаларын барлығын, мына кіші жамбас ағзаларындағы біз ағзаларды УЗИ-ге түсіруіміз керек. Міндетті түрде. Екіншіден, біз мазокнофлору дейміз, немесе мазокно микрофлорасын анықтау үшін біз флораға тапсыруымыз керек, немесе мазокно степень частоты дейміз. Қандай да бір қабыну аурулары болып жатыр ма, микрофлорасы өзгеріске ұшырады ма, ұшырамады ма деп. Өйткені уақыт өте келе бізде микрофлорамыз өзгеріске ұшырауы мүмкін, өйткені гормондардың біртіндеп азаюы пайда болады, ағзамызда түрлі өзгерістер пайда болады. Сол себепті екінші мазокно степень частоты или мазокно флору. Үшіншіден, онкоцитологияға анализ тапсыруымыз керек. Онкоцитология кез келген кезде, қазіргі уақытта осы онкология аурулары өте жиі кездесіп жатыр. Соның ішінде осы жатыр мойынның обыры дейміз, немесе жатыр мойынның эрозиясы дейміз, түрлі бізде осындай асқынулар өте көп болып жатыр. Сол себепті сіз онкоцитологияға жылына бір рет анализ тапсыруыңыз керек. Сонымен қатар, қыздар, бізде пап-тест деген анализ бар. Ол пап-тесті сіздің өзіңіздің тұрғылықты орныңыз бойынша емхана сізді шақыратын болады. Өздері 5 жылда бір рет, немесе 3 жылда бір рет өздері шақырып, жас ерекшеліктеріңіз бойынша сізді шақырып отыратын болады. Міне, үшіншіден осы анализ тапсыру керек. Төртіншіден, қыздар, мен эндокринолог болғаннан кейін сіз міндетті түрде инсулин в крови дейміз, сонымен қатар глюкоза в крови дейміз, сол гормондарды міндетті түрде тексеріп отыруыңыз керек. Неге? Өйткені уақыт өте келе біз дұрыс тамақтанбауымыздың нәтижесінде, сонымен қатар көп стресске түсуіміздің нәтижесінде бізде бұл гормондарымыз өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сол себепті инсулинді және глюкозаны міндетті түрде тапсыруыңыз керек. Сонымен қатар, қыздар, холестеринді де тапсырып отыруыңыз керек. Өйткені уақыт өте келе көп ер азаматтар болсын, әйелдер болсын, не пайда болады? Инсульт алып жатады, жас болса да инсульт алып жатыр қазір. Сонымен қатар инфаркт болып жатыр. Міне, оның барлығының түбіне де осы қан тамырларымызда керексіз осындай шлактардың, токсиндердің, керексіз майлардың жиналуына байланысты. Сол себепті холестеринді тапсыруымыз керек. Және де сонымен қатар общий анализ кровь дейміз, жалпы қан талдау анализі. Оны тапсыру арқылы сіздің қаныңыз қоюланып кетті ма, гемоглобиніңіз түсіп кетті ма, лимфоциттердің мөлшері көбейіп кетті ма, ағзамыз шлакқа толып қалды ма, толмай қалды ма. Міне, осының барлығын біз біліп отыру үшін осы анализдерді тапсырып отыруларыңыз керек. Тағы да бір айтатын жағдай, маммологқа да міндетті түрде бір көрініп отырыңыз. Өйткені уақыт өте келе бұл жақта да өзгерістер болуы мүмкін, гормоналды өзгеріс болуы мүмкін. Сол себепті маммологқа көрініп, маммография дейміз, немесе УЗИ молочной железы дейміз, соны да түсіріп отыруларыңыз керек. Қыздар, әдемі қартаюды жазсын барлығымызға, әдемі болып жүріңіздер.